Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бүгін сіздерге алма қосылған нағыз витамин А-чиканың рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай уксуссыз, аспиринсіз жасалады, және де қыста қалай ұзақ сақтау әдісін қазір сіздерге секретін айтатын боламын. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар, яғни 1 кг помидор, 2 перец, 2 морковь, және де 3 алма, және де 7-8 чеснок қосатын боламын. Және де бізге осындай ащы бұрыш керек болады. Менде ащы бұрыш біреу болғандықтан красный молотойдан тағы кішкене 0,5 қасықтан салатын боламын. Себебі ащы бұрыш сіздерде 3 болатын болса, онда 3 қосыңыздар. Ендігі кезекте осының барлығын түгел блендерден өткізіп аламыз. Барлығын түгел табағымызға блендерден өткізіп аламыз. Кезек осылай дәл видеодағыдай осылай барлығын блендерден өткізіп аласыздар. Түгел барлығын өткізіп аламыз. Және де одан кейін үстіне тұзын, шемешкі майын, секерін қазір салатын боламыз. Міне алманың ішінде шірігін, қабықтарын барлығын алып тастаңыздар түгел. Және перецті дәл солай ішіндегілерін мен алып тазалап алдым. Міне барлығын перец, красный перец бәрін түгел араластырып, чеснокты араластырып, осылай бірге салып, блендерден өткізіп алдым. Блендерден қатты ұзақтау қайнатып, араластырып өткізіп алыңыздар. Міне барлығын өткізіп болғаннан кейін ішіне начинкасын салатын боламыз. Яғни ас қасықпен секер, 2 ас қасық секер саласыздар, және де ас қасықпен тұз саласыздар, және де манағы айтқандай красный молотойдан кішкентай қасықтан құттай саласыздар, жартысын саласыздар. Осылай барлығын салып, жақсылап барлығын араластырасыздар. Және де мен да видеоға түспей кетті. 100 грамм сұйық майды қосып жібересіздер, 100 грамм. Мен сіздерге айтып жатқан бұл рецепт, яғни 1 кг помидордан жасалатын рецептті айтып жатырмын. Ендігі кезекте барлығын жақсылап ошағымызбен араластырып аламыз да, газымызға қойып, бір қайнатып аласыздар, сарқылдатып, содан кейін астын кішкене орташа басып, жарты сағаттай бір қайнатып аласыз, және де дәмін қарайсыздар. және де мен жақта банкілерін осылай стерильдеп алдым, мантоваркаға салып, астында крышкалары бар. Ендігі кезекте ары қарай өзіңіз осылай жауып аласыздар. Менде осындай 3 банка шықты. Жасап көріңіздер, және де сіздерге секретін айтайын. Осылай ысы күйінде үстін орамалмен жауып, бір күнге 24 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде міне іші бір аударылып, яғни дым да атылмайтын болады. Іші крышкалар бәрі ішіне арада басылып, күшті болады. Жасап көріңіздер. Міне солай жасаңыздар. Достар, видеоны аса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Рахмет, ас болсын, жасап көріңіздер, дәмі керемет болып шығады.